Сәлем, мен Айко. Және біз бүгін балмұздақ жасаудың 3 тәсілін үйренетін боламыз. Ал енді видеоны көп созбай бастайық. Енді балмұздақ жасауға не керек заттарын сіздерге көрсетіп кетейін. Ең алғашқы, ол натуральный сок керек. Яғни осы органик соктарын. Және бізге йогурт керек, палочкалар керек. Және одноразовый стаканчиктер керек. 3 түрлі болғандықтан мен 3-еуін алдым. Және доска керек үстімізге. Және пышақ. Және мен киви таңдадым. Айтып кетейін достар, сіздер өздеріңіз қалаған фруктарыңызды таңдай аласыздар. Және 2 банан. Және бізге блендер керек болады. Балмұздақ түріне бізге керек сок, палочка, одноразовый стакан, киви, пышақ және доска керек. Ең алғаш біз кивиді сыртын ашып аламыз. Енді оны видеода көрсетілгендей мен сияқты кесіп шығыңыздар. Енді осы кивилерді бокалдың бұлай қапталдарына бұлай қойып шығамыз. Бұлардың жабысып тұруына мән беріңіздер, себебі бұл маңызды. Әдемілік үшін біз осылай жабыстыратын боламыз. Бұлай қойып шығамыз. Осылай қойып шыққаннан кейін енді сокты құятын боламыз. Міне бізде әдемі болды. Енді оны холодильникке саламыз. Бетіне сіздер егер палочкаларыңыз тұрмаса, фольга қоюларыңызға болады. Екінші идеяға бізге банан және блендер, яғни немесе выжималка керек болады. Ең алдымен біз бананды ашып аламыз. Банандарды енді кесеміз. Және достар, бізге аздаған сүт керек болады. Аздаған сүт қосамыз. Ал енді выжималкадан өткізетін боламыз. Енді оны бокалымызға құямыз. Мен сіздерге айтамын, бұдан тәтті мороженое шығатынына мен сенімдімін. Палочканы қойып. Енді оған палочканы қойып. Енді холодильникке аттандырамыз. Үшінші идеяға бізге сок, йогурт, одноразовый стакан және палочка керек болады. Анды видеоны бастайық. Және бұл мороженойдың, яғни балмұздақтың дайын болуына бізге шыдамдылық керек. Ең алдымен біз сокты бокалдың жартысына дейін құямыз. Осылай істегеннен кейін оны холодильникке аттандырамыз. Осының жартысын қатқанын күтеміз. Сіздерге айтқанымдай, бұл мороженое жасауға шыдамдылық керек. Мен бұл мороженойдың жасауына сокты құйып холодильникке, яғни морозильникке салдым. Ал енді ол қатқаннан кейін мен оған йогуртты саламын.
Достар, міне мен йогуртты салдым. Енді оны біз морозильникке аттандыратын боламыз. Және қатқанын күтеміз. Біздің балмұздақтарымыз осындай болып шықты. Ал енді оларды алу үшін бізге ыстық су қажет болады. Видео жасалған мороженымызды суға сәл бастырамыз. Осылай. Енді қазір міне достар, біздің бірінші мороженымыз осылай шықты. Ал енді бананнан жасалған мороженымызды ашайық. Суға сәл бастырамыз. Міне достар. Түрі сіздерге сәл бір түрлі көрінгенмен, дәмі өте керемет. Нағыз бананның табиғи дәмі. Екі түрлі мороженымызды дайын болды. Өте әдемі көрінеді және дәмді. 시간아 10, 9, 8 달려봐 10, 9, 8, 7, 6 내게로 5, 4, 3 빠져봐 5, 4, 3, 2, 1 touchdown Достар, егер сіздерге осы балмұздақтар ұнаса, лайк басып бізге тіркелуді ұмытпаңыз. Дәреге қайсы мороженое ұнағанын жазып кетіңіз. Бірінші ме, екінші ме, үшінші ме. Өз вариантыңызды жазыңыз. Сіздермен болған мен Айко, сау болыңыздар.